Қараңдаршы, көздерің өткір ғой. Бүгін немерелерің келу керек еді. Ана немерелерің көріне ме? Жоқ, апа. Онда балапандарыңды келгенше біз балапандарға ыстық бауырсақ пісіріп қояйық. Кәнеки жайып сендер маған кесіп бере беріңдер. Мен пісіре берейін. Майды қыздырып, бауырсақты салып пісіреміз. Бауырсақты пісірдік. Қымыздың ашуын қайтарып қояйын. Кәнеки, менің немерелерім келе жатыр екен ғой. Балалар, біз бүгін әжемізге қонаққа барамыз. Қонаққа барып, әжеміздің бауырсағын, қымызын ішеміз. Қанталапай ойын ойнаймыз. Ендеше жүріңіздер. Балапандарымызға, немерелеріне көп асық жинап қойды. Алаңқайға барып, мінекей әжеміздің берген асықтарымен қанталапай ойын ойнаймыз. Балалар, біз әжеміздің бауырсағын жедік, қымызын іштік. Ендеше балалар, біз ойынымызды бастаймыз. Қазақтың ұлттық ойыны қанталапай ойын ойнаймыз балалар. Қанталапай ойыны ежелден келе жатқан дәстүрлі ойын. Бұл ойын күндіз де, түнде де ойналады. Үлкен де, кіші де ойнайды балалар. Ендеше балалар, менің қолымдағы асықты ортаға шашамын. Кім көп асық жинаса, сол бала жеңімпаз болады. Балалар, менің қолымда ерекше қызыл асық бар. Хан асығы. Дұрыс айтасыңдар балалар, хан асығы. Осы қызыл асықты кім бірінші болып алса, сол бала ойынды бірінші болып бастайды. Ендеше балалар, ойынға дайынбыз ба? Дайынбыз. Жақсы, дайын болсақ бастаймыз. Ал балалар, ойнайық, ойнайық да ойлайық. Ойын ойнап шынығып, күш жігерді жинайық деп ойынды бастаймыз. Талапайым, табылды ойын алақай, қанталапай. Алақай, қызақтысы, мен алды. Жарай, бірінші болып ойынды кім бастайды бізге? Мадия. Балалар, қазақтың ұлттық ойыны, қанталапай ойыны ұнады ма сендерге балалар? Қарайсыңдар балалар, балабақша білім бастауы. Ұлттық ойындарды ұмытпайық, ұлықтайық.